Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін жебе құрағының құрап көрсететін боламын. Ол үшін бізге керегі 12-де-12 өлшемді ақ түсті матадан екеу және де қызыл түстіден біреу керек болады. 12-де-12 өлшемді. Енді бұл маталарымызды екіге бөліп аламыз. 12-ні екіге бөлгенде 6. Ортасынан белгілеп сызып шығатын боламыз. Енді осыны тағы да сызып шығамыз. 8 бөлікке бөліп сызамыз. Енді осындай дәл осылай жасаймыз ақ матамызды да. Осылай барлығын қиып шығатын боламыз. Міне матамызды қиып алдық, енді тігіп бастайтын боламыз. Барлығын дәл солай тігеміз. Екінші бөлігінде дәл солай тігеміз. Енді барлығын дәл солай тігіп шығатын боламыз. Міне барлығын тігіп болдық. Енді осылай құрастыратын боламыз. Бір-біріне. Осылай қойып, мына жерден тігіп аламыз. Міне бізде осындай құрақ шығып жатыр. Міне біздің құрағымыз дайын болды. Енді артық жерлерін қиып алып тастаймыз.